Балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілі сабағының тақырыбы дауыссыз н және ң дыбыстары. Кітабымызды ашып, сабаққа дайындаламыз. Бүгінгі сабақта дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажыратуды және дауыссыз н мен ң дыбыстарының жазылу емлесін үйренесіңдер. Балалар, мына жұмбақтың шешуін табамыз. Нанда бар, майда жоқ, ұнда бар, айда жоқ. Бұл қай әріп? Шаңда бар, гүлде жоқ, аңда бар, сайда жоқ. Бұл қай әріп? Нанда бар, ұнда бар, ол н. Және ң. Н тіл алды дыбыс, ң тіл арты дыбыс. Дауыссыз н мен ң дыбыстары кездесетін қандай сөздерді білесіңдер? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі кітаптағы Мәриям Қақымжанованың «Кім менімен, кім немен ойнайды» өлеңін оқимыз. Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Емші болатын бала сынаппен ойнайды. Батыр болатын бала қынаппен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозылақпен ойнайды. Дихан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Балалар, енді бұл өлеңге не туралы айтылған? Қандай мамандық иелері туралы айтылды? Тағы бұдан да басқа қандай мамандық иелерін білесіңдер? Бізде мамандық иелері өте көп екен. Балалар, қай мамандық болсын, әрқайсының өз қиындығы мен қызығы болатынын білеміз. Теңізші, шопан, дихан сөздерінде н және ң дыбыстары бар екен. Балалар, теңізші деген сөзді буынға бөліп айтамыз. Теңізші. Бұл жерде балалар ң дыбысы екі дауысты дыбыстың ортасында келген жағдайда сөздерді буынға бөлген кезде ң дыбысы келесі буынның басында келетінін ұмытпаймыз. Н мен ң дыбыстары қандай дыбыстар? Н мен ң екеуі екі түрлі дыбыс. Екеуі де үнді дауыссыз дыбыстар. Н тіл ұшы дыбысы, ң тіл арты дыбысы. Н мен ң дыбыстары өзгергенде сөздің мағынасы да өзгереді. Балалар, н және ң дыбыстарының жазылуын қараймыз. Балалар, мына сөздерді қайталаймыз. Ұлыс оң болсын, қайда барса жол болсын. Жеріміз кең, кені де мол. Балалар, енді осы жерде қарамен жазылған сөздерге қараймыз. Н мен ң дыбыстары өзгергенде сөздің мағынасы да өзгереді екен. Мысалға, кең, көлемі кең, байтақ, үлкен дегенді білдіреді. Ал кен ол жер асты байлығы. Алтын, көмір, мұнай және тағы басқа кеннің атаулары. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма, балалар, көп нүктенің орнына ң және н әріптерінің тестісін қойып, дәптерге көшіріп жазыңдар.
Балалар, егер де орындап болсаңдар, тексереміз. Ел жайлауға қонды, малдары қонды. Төгілсе мұнай, қуанба мұңай. Алуан гүлдер өнді, жел құлпырған өңді. Жақсы балалар, сендерде осылай жазыңдар деп ойлаймын. Келесі сөз ойла және тез ойла. Мына дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап табамыз. Қане, кім шапшаң екенін көреміз. Балалар, бүгінгі сабақта дауыссыз н мен ң дыбыстарының жазылу емлесін және сөйлемдегі үнді дауыссыз н мен ң дыбыстарының айтылу ерекшеліктері мен сөз мағынасын ажыратуды үйрендіңдер. Балалар, сендер келешекте өздеріңді қалай елестетесіңдер? Осы жайлы үйде келешегіңді елестете отырып, ата-ананың көмегіне сүйеніп, қысқаша әңгіме жазып көріңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.